Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге ең оңай, ең нәзік болатын күріш салатын көрсететін боламын. Не керек екенін бәрін описание бөліміне жазып кетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Бізге мен күрішті алдын ала қайнатып алдым, 1,5 кеседей. Бұған енді тұзды қиярды қосатын боламын. Тұзды қиярды жіңішкелетіп, кубықтап турайтын боламыз. Егер де тұзды қияр қоспасаңыз да, қиярдың өзін қосуға болады. Бұл жерде салаттың ерекшелігін айта кетейін. Негізі қиярсыз да қосып жасай беруге болады. Аяқ асты қонағыңыз келген жағдайда тез дайындалатын өте жеңіл салат. Жақсылап турап аламыз қиярымызды осылай. Қиярымызды жақсылап турап болған соң, күрішіміздің үстіне салатын боламыз. Келесіде бізге жүгері керек болады. Жүгеріні шамамен 2 ас қасықтай салдым. Қажетіне қарай өздеріңізді аз қылып немесе көбейтіп сала беруге болады. Жүгеріден кейін шым-шым тұз саламыз. Тұзды аз саласыздар, себебі тұзды қиярымыздың және майонезіміздің тұзы шығады. Сол себепті барлығын біткеннен кейін араластырып, сол кезде дәміне қарай аз болса тағы да тұз салатын боламыз. Майонезімізді салдық. Осыны енді біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дастарханға ұсына беруге болады. Өте нәзік, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Себебі алдағы уақытта шыққан рецепттерді бірінші болып көресіз.